әр қазақ өз отбасына еге болсын бірінші. Мемлекеттік тұрғыдағы азаматтар болмай ақ қойсын. Бәрімізге ондай болу міндет емес. Әрқайсымыз өз отанымызға, өз қатын баламызға асып баратса әулетімізге еге болайық. Соған дұрыс нәрсені насихаттайық. Қазыбек бидің бір айтқан сөзі бар екен. Заманында 15 жасында Қоңтайшыға барып елші болып қазақты аманат қалған кісі ғой. Сол кісіні тағы да бір қалмақ шауыпты Қоңтайшы. Сол кезде елшілікке өз аттанып барған кезде, жарайды Қазыбек, мен сенің мал мүлкіңді жігіттерің түгел берейін, бірақ мен сенің қасиетіңді білем, сенімен құда болғым келеді деп ұсыныс тастаған екен. Сол кезде Қазыбек айтыпты, менің беретін қызым жоқ, қызыңды берсең алайын деп. Өйткені кәпір ғой енді қалмақ, қызын бере алмайды оған. Қызын берсе елге деген соң бірдеңе қылып насихатқа мұсылман қылып алармыз деген ойы шығар бабамыздың. Сол кезде қанша ұлың бар дегенде 1,5 ұлым бар деп жауап берді. Неге, сенің 5 ұлың бар емес пе бақандай дегенде, Бекболат деген би болған Қазыбектің баласы, бүкіл 300-ге сөз өткен. Сол ұлым Бекболатынды ғана бір ұл деп есептеймін, өйткені ол еліне еге болатын, қалған 4-еуі қатыны мен мал басына еге болатындар. Бұлар жарты ұл деп есептеймін деген екен. Біз қазір сол Қазыбек атамыз айтқан жарты ұл бола алмай жүрміз. Қазақ еліне еге болмақ түгіл, қатын мен малына еге болатын азаматтарға зәру болып қалдық қазір біз. Сондықтан ең болмағанда Қазыбек атамыз айтқан жарты азамат болып жүрсек, соның өзі бізге қазір жетістік болған заман болды.